құрметті оқырмандар. Іле аудандық кітапханасы Алаш арысы қоғам қайраткері, ақын, журналист Біләл Тілеуұлының туғанына 130 жыл толуына орай кітапхана оқырмандарынан қоғам қайраткерін қаншалықты білетіндіктері туралы сауалнама жүргізді. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Менің білуімше Біләл Сүлеев Ілияс Жансүгіровтің замандасы, алаш қайраткері. Біләл Сүлеев ақын, жазушы, сатирик болған. Біләл Сүлеев туралы бұрын естігеміз. Университетте оқыған кезімізде репрессияға ұшыраған алаш ордалықтардың бірі. Енді ол кісі өзі сатирикалық өлеңдер жазған, жазушылықпен айналысқан. Зұлманшы жылдарда ұлт зиялыларының бірі болған. Сол себептен халық жауы ретінде саналып, оны ату жазасына кескен. Яғни ол ұлт зиялыларының бірі болып, осы қазаққа білім беруге талпынған болатын. Сол білім берудің кесірінен ол осыншама қуғын-сүргінге ұшыратып, оны өлтірген болатын. Ол 1937 жылы ату жазасына кесіліп, оның 1958 жылы сол ату жазасына кескеннен кейін оны ақтаған болатын. Ол қазақ халқына білім берген кезде өзінің отбасынан айырылатынын білген. Оның екі әкесі, бір ағасы, бір інісі болған екен. Солардың барлығынан айырылып, оны қуғын-сүргінге ұшыратып, атып өлтіріп тастайды. Біләл Сүлеев туралы естігенім бар. Қоғам қайраткері. Биыл негізгенде ол кісі туралы толық білмейді екен. Қоғам қайраткері екенін естігенмін. Биыл ол кісіге естуімше 130 жыл толып жатыр. Біләл Сүлеев ол кісі алаш қайраткері болған кісі. Бар, ақын ретінде, драматург ретінде, сатирик ретінде естуім бар. Енді ол жағынан енді шығармашылығын негізі оқымаппын. Біләл Сүлеев туралы білеміз. Ол кісі алаш ордалықтардың бірі, репрессияға ұшыраған жазушы. Ол кісінің қазіргі жастарға насихаттауымыз керек. Міне, алаш зиялысы ағарту ісінің белгілі қайраткері туралы оқырмандарымыздың білгені бізді қуантады. Іле аудандық кітапханасы алаш тарихындағы белгісіз есімдерді халыққа насихаттауда өз жұмыстарын жалғастыра бермек. Ұлы тұлғаларды ұмытпайық, әрқашанда ұлықтайық.